Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай уызға әдемі бауырсақ илейміз. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Лайк басыңыздар, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен біз жылы уызымызды құямыз және жылы суымызды құямыз. Ашытқымызды саламыз, 2 үлкен қасық. Қантымызды саламыз, 2 үлкен қасық, 3 үлкен қасық салсаңыздар да болады. Және үстіне жұмыртқамызды саламыз. Және үстіне сұйық майымызды құямыз. Тұзымызды саламыз, 1 кішкентай қасық. Жақсылап барлығын қолмен араластырамыз. Жұмыртқамызды езіп, жақсылап жұмсақ қылып қамыр елейміз. Неге осындай жұмсақ қамыр дайын болады. Бетін жауып, 1,5-1 сағатқа қалдырамыз. Мінекей біздің қамырымыз ашыды, күшті болып ашыған. Енді осыны қазір жаямыз. Күшті болып тұр. Осылай кіттай бөлшектерге бөліп кесіп аламыз. Енді қамырымызды біз жаямыз. Кішкене ұн себе отырып жайып аламыз. Енді бізге керегі осындай домалақ пішін керек. Өздеріңізде қандай нәрсе бар, соны пайдалана бересіздер. Қамырымызды өте жұқа қылмаймыз, өте қалың қылмаймыз. Орташа қылып, осылай кесіп аласыздар. Бұдан кішкене үлкендеу болғанын қалайтын болсаңыздар, өздеріңіз үлкен пішін аласыздар. Ең алдымен бірінші майымызды қыздырып аламыз. Қызған майымызға осылай бауырсақтарымызды саламыз. Қызарған жақтарын аударамыз. Бауырсаққа арнайы осылай мен ыдыс дайындап қойғанмын, арнап. Ой, осыған пісірем. Енді біз аламыз. Бір қолдан түсіріп, кішкене қиынырақ болып. Мінекей біздің бауырсақтар пісті, осындай жұмсақ болып шығады. Өте әдемі.